бір жылда өміріңді өзгертетін 8 әдет. Бірінші, өмірге өкпелеуді доғарып, өзіңнің қаншалықты бақытты екеніңді сезін, және мұны күн сайын есіңе түсіріп, шүкіршілік ете жүр. Екінші, өзіңмен өзің жалғыз қалуға уақыт тап. Үшінші, саған жақсы энергия әкелмейтін адамдармен бір жолата қоштас. Төртінші, өз бойыңнан өзіңе ұнайтын жақсы бір әдет немесе өнер тауып, соны дамытып, соған көп күш жұмса. Бесінші, смартфон мен теледидардың алдында ұзақ отырып, өз уақытыңды босқа ысырап етпе. Уақытың немен өтіп жатыр, соны қадағала. Алтыншы, алға қойған мақсаттарыңа ұмтылып, өткеніңе қарайлауды да доғар. Жетінші, күн сайын көңіл күйіңді көтеруге тырыс. Және сегізінші, өзің жіберген әрбір қателіктен сабақ алып үйрен, және оны ешқашан қайталама. Бәрі жоспар құрады, бірақ кешке дейінгі өмірі бар ма, оны ешкім білмейді. Сенің өміріңдегі ең үлкен қауіп не екенін білесің бе? Бұл қол қусырып отыру, ештеңеге мән бермеу. Адамдардың неден қажетінін білесің бе? Адамдар ұзақ уақыт бойы мықты болуға тырысқаннан қажиды. Мынадай 3 ережені ұстанған адам ешқашан қорлық көрмейді. Бірінші, алдымен өзіңді сыйла, сонан соң өзгенің бәрін сыйла, және өзің істеген ісіңе өзің жауапкершілік ал. Жасырған құпияңды өзге түгілі өзіңе де айтпа. Ішкі сезімдеріңе құлақ асып үйрен, өйткені ол сені ешқашан адастырмайды. Дүниені өзіңе бағындырғың келсе, алдымен өзіңді өз ақылыңа бағындырып үйрен. Бақытты болғың келсе, өзіңді адамдарға емес, мақсаттарға байла. Өзіңді өзгемен салыстыратын жалғыз адам ол өзің. Осыны ешқашан ұмытпа. Қызың жаман болса, 7 атаңа жетеді. Әйелің жаман болса, достарың жоламай кетеді. Келінің жаман болса, күңкілдеумен өтеді. Ұлың жаман болса, өмірің сүрген бекергі. Адамның ең үлкен қателігі алдағы өмірінің ұзақ болуына сенімді болуында. Ынтық болудан қорықпа, ынжық болудан қорық. Сен берілмегенге дейін жеңілмейсің. Кейін деген сөз ерте ме кеш пе сенің армандарыңды өзімен бірге көметін қауіпті ауру. Ісің алға жүре бастағанда айналаңдағы адамдар мысқылмен емес қызығушылықпен қарай бастайды. Бұл өмірде барлық нәрсені білемдеу көпіршілік. Сенім жақсы, ал ешкімге сен алмау нағыз азап. Ақылсыздыққа ерік беру жеке тұлға ретінде қалыптасудың ең тиімді кепілі. Қателік жасаудан қорқудың өзі нағыз қателік. Өмірде ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіне сену. Ақшаны жек көрем деушілер не өтірікші, не шынды. Еңбек етсең шығасың, биікке өрлеп қыратқа, ісің алға баспайды, жалқау болсаң бірақ та. Әр адамның өмірде басты қарсыласы бар, және ол өзі. Аяғыңнан сүрінсең тұрып кетерсің, тіліңнен сүрінсең құрып кетерсің. Өз-өзіңді алдыға итермеле, өйткені оны сен үшін басқа ешкім істемейді.
Егер әрдайым асығып жүретін болсаңыз, онда өмірдің кейбір кереметтерін өткізіп алуыңыз мүмкін. Ештеңені жүрекке жақын қабылдамаңыз, себебі ол өзіңізге зиян. Өмірдің әр күнін шаттық, ләззат, бақыт деп біл. Ең ұлы билік өз-өзіңді билеу. Байға жалтақ, батырға қошемет көп. Сізге жоқ деп айтқан адамға рахмет айтыңыз. Қайта солардың арқасында көп нәрсеге қол жеткізесіз. Ананың махаббаты бұл сатқындықты күтуге болмайтын жалғыз махаббат. Адам өмірінде оны жақсы көріп, қолдау білдіретін және еркелігін көтеретін жалғыз адам ол сенің әкең. Шабыттана істемегеніз оңды болмас. Адамды жылататын да, жұбататын да сөз, көңіл күйіңіз болмай, басыңызға күн туған кезде осы айтылған қанатты сөздерді есіңізге алыңыз. Өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс. Қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыз. Әйелдің екі аты болған кезде ол шын бақытты. Бірі сүйікті, екіншісі ана. Өмір сүрудің екі заңдылығын білген адам бақытты болады. Бірі не болса соны жемей, ішетін тамағына талғаммен қарайтын адам. Ал екіншісі кім болса сонымен достаспай араласатын адамдарын таңдай білген жан. Айналаның бәрі сұлулыққа толы, бірақ оны бәрі байқай бермейді. Ашулы кезде шешім шығарма, ал қуанышты сәтте уәде берме. Жетістікке жететініңе сенгенің, мәренің жартысына жеттім дегенің. Бір келін алдым, отырдым. Екі келін алдым, тік тұрдым. Үш келін алдым, жүгірдім. Адамдар өздеріне өздері адам қиялына келмейтін қарсылықтар тауып алады да, ешқандай қиындықсыз өмір сүріп жүрген адамдарға қатты қызыға қарайды. Құрметті көрермен, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.